Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай керемет булочка пісіруді үйрететін боламын. Ол үшін біздерге алдымен сүтіміз керек. Менде сүт, айран болып баратқан сүт. Ондай сүттерде немесе кефирді де қоса беруіңіздеріңізге болады. Және де сүтімізге тұзымызды саламын, шекерімізді саламын. Жақсылап араластырып, 2 жұмыртқамызды салып, енді сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Және дрожжімізді салып, көтерілуге кішкене қойып қоямыз. Енді ұнымызға разрыхлителімізді салып, жайлап араластырып аламыз. Енді біздің бұл тестіміздің секретный ингредиентінің бірі ол уксус болып табылады. 1 столовый ложка уксусымызды қосамыз. Жақсылап араластырып, ұнымызды салып, қамырымызды илеп алатын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді сармайымызды, ерітілген сармайымызды осы дайын болған қамырымыздың үстіне жағып шығамыз. Немесе қамырымызды илеп жатқанда ең соңынан ұн салып болғаннан кейін де салуларыңызға болады. Булочкамыздың қамырын осылай илеп, бетін жауып көтерілуге қоямыз. Міне менің қамырым көтерілді. Мен 2 рет бастым, мынау уже 3-шісінде мен алып булочкаларымды жасап бастаймын. Сіздер өздеріңізге қандай формада ұнайды, солай жасай беріңіздер. Мен осылай доңғалақ формада жасап жатырмын булочкаларымды. Ортасына мақ қосуларыңызға болады, немесе кішміш қосуларыңызға болады, шоколад қосуға болады. Ол өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай, мен арасына ештеңе қоспай жасап жатырмын. Өлшеп алып істеуге де болады. 80-85 граммнан тесталарыңызды бөліп, өлшеп істеулеріңізге де болады. Және де осылай бетін жауып көтерілуге 10-15 минутқа қойып қоямыз. Көтерілген қамырларымызды бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, жұмыртқаның сарысына аздап сүт қосамыз, немесе су қосып жібереміз. Енді үстіне қара күнжіт себеміз. Қара күнжіт ол тменнің дәні, семенасы, соны сеуіп шығамыз. Булочкаларым пісіп шықты, жасап көріңіздер.